Сонымен мына командалардың бәрін біз практикада тексеріп көрейік. Алғашқы командамен таныстық, бұл git branch. Так, git branch бізге не беретін еді? Біздің git репозиторийда қандай тармақтар бар, соны көрсететін. Git master testing. Егер git branch деп тармақтың атын беретін болсақ, яғни git branch тармақтың атын бересек, жаңа тармақ құрылады. Git branch, мысалы, hotfix. Бір ашып шықты. Немесе, давайте былай істейік. Issue, мысалы, 21-ші проблема. Бір мәселе. Давай тексеріп көрейік. Git branch. Тармақ құрылды. Бірақ біз оған автомат түрде ауысқан жоқпыз. Екінші команданы тексерейік. Git branch minus view. Енді бұл жерде соңғы commit не болды, соны көрсетіп тұрады. Яғни соңғы коммиттің хэш коды, қандай файл, және комментарий шығып тұрады. Енді git branch дефис vv деген бар. Бұны да жиі қолданамыз, әсіресе қашықтықтағы тармақтармен жұмыс жасаған кезде бұл жиі қолданылады. Бұнымен әлі талай жұмыс жасайтын боламыз. Қазірге бұна екеуінің айырмашылығы жоқ. Бірақ кейінірек қашықтықтағы, яғни GitHub-тағы репозиториймен жұмыс жасаған кезде бізде қашықтықта тұратын нұсқағыш тармақтар болады. Сол кезде бұл көмектеседі. Әзір просто есте сақтап алыңыздар. Себебі сол арқылы біз біздің локальды тармақтарымыз қашықтықта тұрған тармақтарды бақылап тұрма, бақыламай тұрма. Олардың арасында, яғни локальды тармақтар мен қашықтықтағы тармақтардың арасында қандай айырмашылық бар, соны көрсететін бұл параметр. Әлі талай жолығамыз. Так, git branch name, яғни бір тармақтың атын берсек, ол құрады екен, Енді git checkout сол тармаққа ауысады. Git checkout пен git switch екеуі бір команда. Checkout бұл ертеректе қолданылған, қазірде қолданады. Git switch кейінгі нұсқаларда пайда болған команда. Себебі checkout деген бұл әртүрлі мақсатта қолданылатын команда болғандықтан көп шатасулар болады. Мысалы біз файлда өзгерістерді алып тастаусына checkout қолданамыз. Бір коммиттен екінші коммитке ауысу үшін checkout қолданамыз. Бір тармақтан екінші тармаққа ауысу үшін checkout қолданамыз. Яғни checkout бізде көп мақсатта қолданады. Сол үшін шатасу болуы мүмкін, және ол қиындық туғызады. Сол мақсатта бізде git switch деген ойлап табылған. Git switch дейміз да, тармақтың атын көрсетеміз, сол кезде соған ауысады. Біз қазір switch тармағында тұрмыз. Issue 21 тармағында тұрмыз. Немесе git checkout деп тармақты көрсетсеңдер, біз соған ауыса аламыз. Ешқандай айырмашылық жоқ. Git switch или git checkout. Енді қараңыздар. Келесі команда бұл git checkout minus b деген параметр бар. Немесе git switch minus c деген параметр бар. Яғни бұл бір тармақты құрады да, және соған автомат түрде ауысып кетеді. Git switch c параметр де сондай. Міне қараңыздар. Мысалы тағы бір біз қазір тестинг тармағында тұрмыз. Яғни біздің head нұсқағышымыз тестингті көрсетіп тұр. Енді қазір осы жерден жаңа тармақ құрайық. Және бұны біз checkout-пен құрып көрейік. Checkout minus b деген параметр, яғни дефис b деген параметр. Және жаңа тармақ құрып көрейік. Мысалы, issue 31. Қазір не істейді? Қазір бізде issue 31 деген тармақты құрады, және автомат түрде соған ауысып кетеміз. Яғни head нұсқағышы соған ауысады. Яғни қараңыздар, git log'ты көрейік. Бізді head қазір issue 31-ге ауысып кетті. Хотя тестинг тармағы да, issue 31 тармағы да осы коммитке көрсетіп тұр. Әлі ешқандай айырмашылық жоқ. Тура сол секілді git
switch деген бар. Давайте бірінші біз git switch мастерге қосылайық. Мастерге. Давайте енді git switch create. Осы жерде тағы бір тармақ құрайық. Бұл да солай істейді. Жаңадан тармақ құрады, және соған автомат түрде ауысып кетеді. Яғни алдымен git branch деп құрып алып, одан git switch деп жүрмейді. Екі команданы просто біріктіре салған. Мысалы hotfix. Сразу жөндейтін нәрсе. Давайте git log decorate. Яғни бізде head нұсқағышы hotfix тармағын көрсетіп тұр. Hotfix master issue 21 барлығы мынау коммитті көрсетіп тұр. Енді визуалды түрде көрейік, қараңыздар. Git log one line decorate қате жібердім. All graph бізде мынандай жағдай болып тұрмын. Testing issue head hotfix master issue. Давайте біз git kraken'ді ашып көрейік. Git kraken'ді ашамыз. Және бізге қажеті open repository. Бізге git base тұғым, git base ашып көрейік. Не ол жатқаным. Git kraken'де более визуальны көрінеді. Біздің тармағымыз мастер болып келе жатыр. Мынау testing деген және issue 31 деген екі тармақта мынау коммитті көрсетіп тұр. Ал hotfix және master issue 21-де мынау тармақты көрсетіп тұр. То есть мынау коммитті көрсетіп тұр. Давайте енді біраз өзгерістер жасай бастайық. Так, біз қазір hotfix'те тұрмыз, Давайте өзгеріс жасайық. Қандай өзгеріс болсын? Мысалы, hello 2-ге мұна мен өзгеріп тастадым. Все. Git статусты көрейік. Мен hotfix тармағында тұрмын. Hello 2 өзгертілді. Git add hello 2. Hello 2 py. Бұл жөнделді, исправлен. Жөнделді. Fixed. Енді қараңыздар. Git kraken'ін көрейік. Hotfix уже оза бастады. Master мен issue басқа коммитті көрсетіп тұр, hotfix басқа коммитті көрсетіп тұр. Давайте. Мен қазір hotfix'те тұрмын, мен жаңа файлды құрам. Мысалы, мен бір әншілердің тізімін құрғым келіп жатыр. Немесе бір ұлы адамдардың тізімін құрғым келіп жатыр. Инженер, конструкторларды мен жақсы көрем, солардың тізімдерін құрғымыз келіп жатыр. Давайте. Мысалы, ЖЗЛ дейік, ЖЗЛ, жизнь замечательных людей деген бір кітаптар болатын. Давайте, осыны құрып көрейік, ЖЗЛ. И бұл списокке мен біраз авторларды енгізіп жатырмын. Мысалы, Эйлер, Леонард Эйлер. Мысалы, Эйлер. Давайте бір тізімнен қоса берейік. Мысалы, тағы да кім? Леонард да Винчи. Давайте осыны енді біз коммит жасайық. Әдді қолданып керек. Енді барып қолдана беруге болады. Қараңыздар. Қайтадан git kraken'ді көрейік мұны. Осы бара жатыр. Давайте енді мастерді түзеп көрейік. Мастерге ауысамыз. Мына файлға жоқ болып кетеді. Git switch мастерге ауысамыз. Міне, мынау файл жоқ. Спискіде жоқ. Бұл жерде қараңыздар, давай тағы бір файл құрып көрейік.
бұл жерде просто әншілер, singers, әншілер құрып жатырмыз дейік. Әншілер, мысалы, қандай әнші? Өзіміз Димашымыз құрайық, Димаш. Құдайберген. Димаш Құдайберген. Давайте не істейміз? Add сингерді қосайық. Және commit жасаймыз. Singers text file is created. Created. Тағы да көрейік, GitKraken'ді. Міне мастер неққа кетті, hotfix неқта жүр. Issue мына жерде қалды. Давайте issue'ге көшейік те, issue'ді да өзгеріс жасайық. Давайте git checkout. Issue 21. Бұл жерде енді просто singer жоқ бұяқта. Singer жоқ. Бұл жерге scientist деген файл құрайық. Ғалымдар. Ғалымдар тексті. Бұл жерге мысалы Эйнштейн деп құрайық, Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. И все. Коммитке алайық бұны. Git add индексасы жасаймыз алдымен. Scientist. Жетеміз да бұны коммитке жібереміз. Scientists тексті. Қараңыздар. Әртүрлі нұсқа болатыр. Мынау бізде hotfix'тар. Давайте мыназда башқайын. Жақсылап көріну үшін. Мынау бізде hotfix'тар. Мынадан бізде мастер өсіп келатыр. Неқтан issue 21 келатыр. Әртүрлі нұсқа адам келатыр. Мына жерде қазір testing issue 31 деген бар. Бұны да біз бұлай бөлуге болады. Әрине қажет болған кезде біріктіре де аламыз. Merge біріктіру тақырыбы біз кейінгі тақырыптарға арналған. Сондықтан біз оның кейінгі тақырыптарда жұмыс жасай береміз. Давайте қазір тестингке ауысайық. И тестингті өзгертейік. Git switch. Testing. И тестингте біз не істейміз? Welcome'ды өзгерте берейік. Давайте print. From testing branch. Git commit. Welcome. Change it. Өзгерттік. Commit деп кетіпті. Commit. Енді тағы да көрейік, қараңыздар. Тестинг бізде мына жаққа кетті міне. Әртүрлі нұсқада дамып жатыр. Давайте мынаны тағы да сыймай қалды. Міне. Бізде әртүрлі параллель тармақтар пайда болды. Біз әрине ауысқан сайын, мысалы қазір біз мастерге ауысатын болсақ, singers text деген пайда болады. Мысалы git switch мастерге ауыссақ, бізде singer пайда болу керек. Singers text бар бұяқта. Зато scientist жоқ. Мына жақта терминал бар мұны. GitKraken'де. Осы жерде жұмыс істей беруге болады. Параллель түрде. Мысалы git status деп көре беруге болады. Басқа. Яғни осылай тармақпен жұмыс жасай беруге болады, жалғастырып. Қараңыздар. Енді тармақтарды жою. Бұл git branch delete деген параметрдің қысқартылған түрі. Жарайды, былай істеп көрейік. Мысалы мен қазір hotfix'ті жойғым келіп тұр. Дәл қазір мен жоя алмаймын, себебі бұны біз merge жасау керек. Merge жасап барып жоюға болады. Былай істейік. Мастерде мен қазір жаңа бір delete me деген бір тармақ құрайын.
және соған ауысып кеттік. Енді бұны жою үшін әрине мен delete me'дің үстінде отырып оны жоя алмаймын. Мен оны жою үшін мастерге қайтадан қосайын. Енді мен қазір git branch delete me деп жоюға болады. Кедергі келтіруі де мүмкін. Жоқ, жойды. Егер ондай кедергі келтіретін болатын болса, мысалы delete me'ді біз әртүрлі өзгерістер жасап, әлі merge жасамайтын болсақ, біз оны жоя алмайтынбыз. Қараңыз, давайте бастан құрайық. Git switch delete me деп құрайық қайтадан. Git branch'ті көреміз мұны. Git switch емес. Git branch delete me. Delete me. Мұны delete me деген құрылды. Біз қазір мастерде тұрмыз. Енді соны қайтадан жоя аламыз. Git branch delete me. Жойылды. Мен қазір git branch delete issue 21 десем, мен жоя алмаймын. Себебі ол әлі issue'мыз 21 бізде қайсысы? Issue 21. О бізде әлі merge жасалмаған комиттер бар. Түсінесіздер ме? Әлі біз оны әлі біз әлі негізгі линияға, мастерге немесе басқа бір тармаққа қосқан жоқпыз. Біз қазір жойып жіберсек, ол жерде кодтың бәрі жоқ болып кетеді. Сол үшін бізде сақтандырып тұр жоюға. Енді оны күшпен жоюдың әдісі бар. Git branch delete force деген параметр қолдану болады. Немесе оның қысқартылған варианты бар. Үлкен әріпті D. Issue 21 десек, бұл уже жойып тастайды. Тіпті оның ішіндегі ақпаратты жоғалтып жасасақ та, ол жойып тастайды. Енді қараңыздар. Келесі команда бізде move, rename, яғни тармақтың атын өзгерту. Бұл үшін былай істейік. Тағы да бір тармақ құрайын. Git branch rename me. Мен атын өзгерді. Көрейік, тексеріп көрейік, құрылды ма, құрылмады ма. Міне rename me деген тұр. Енді бұның ерекшелігі, біз оның атын өзгерту үшін осыған ауысуымыз керекпіз. Git switch rename me. Осыған ауысу керек. Енді барып біз атын өзгертуге болады. Rename. Енді git branch'те тексеріп көрсек, rename аты өзгеріп кетті. Яғни жойған кезде біз басқа тармаққа ауысып алып, сосын жоямыз. Ал атын өзгертетін болсақ, сол тармаққа ауысып алып, сосын атын өзгертуге болады. Яғни бізде rename деген құрылды міне. Rename мен master екеуі бір комитке көрсетіп тұр. Яғни қысқаша негізгі гиттермен жұмыс жасайтын командалар осылар. Яғни бізде бұл жерде түсіну керек нәрсе мына комиттер. Бізде комиттер бар. Және осы комитті көрсетіп тұратын тармақ деген нұсқағыш бар. Мастер. Және head деген бұл нұсқағыш тармақтардың өзіне көрсетіп тұрады. Біз мысалы git branch hotfix деп жаңадан тармақ құратын болсақ, ол тармақ құрылады. Және ол тармақтың құрылуы head'тің негізінде құрылады. Яғни head бізде қай комитке көрсетіп тұр. Және head бізде master көрсетіп тұр. Master соңғы комитке көрсетіп тұр ғой. Біздің жаңадан құрылатын тармағымызда тура сол комитке көрсетіп тұратын болады. Яғни біз git switch hotfix деу арқылы біз head нұсқағышын істей аламыз, ауыстыра аламыз. Енді біздің head нұсқағышымыз hotfix-ке көрсетеді. Сәйкесінше hotfix бізде мынау комитті көрсететін болады. Біз жаңадан біз комит жасайтын болсақ, сәйкесінше бізде уже айырмашылық пайда болады. Hotfix-те енді жаңадан комит пайда болады. То есть біздің hotfix тармағы енді жаңадан құрылған комитке көрсететін болады. Себебі біз hotfix тармағында тұрып, жаңадан комит жасадық. Осылай жұмыс жасай береміз. Енді бір ішкі механизміне көрейік, қараңыздар.
тармақ та, head де бұл жай үшін нұсқағыш. Ол үшін кез келген папканың ішінде, давайте яқтан дирмен көріне ме екен? Бұл да көрінбеді. Git деген папка тұрады, жасырын тұрады. Давайте мен былай істеп көрейін. Workspace settings ауыстырайын. Так, files, exclude. Я, осы жерде мына gitті мен алып тастайын. Сонда бізде жасырын тұрған git папкасы көрінетін болады. Қараңыздар, git алып тастадым. Қараңыздар, git деген бізде жасырын тұрған папка тұр. Осы папка бізде репозиторийді көрсетіп тұрады. Біздегі бүкіл объектілерді, бүкіл коммиттерді осы git'нің ішінде сақтап тұрмыз. Түсінесіздер ме? Яғни мынау папканы біз репозиторий деп атау үшін оның ішінде не болу керек? Мынандай папка болу керек. Git деген по умолчанию ол көрінбейді бізге. Бұның ішінде енді түрлі объектілер бар. Мынау біздің объектілеріміз міне. Біздің жаңа коммиттеріміз. Мына коммиттің бірінші аты, оның ішінде жаңа хэш коды бар. Бұған біз ішкі механизміне әлі жеке тоқталамыз. Бізге қазір қызығы мынау head деген файл. Head деген файлды ашып қарайтын болсақ, бұл head нұсқағышы қандай тармаққа көрсетіп тұрғанын, қандай тармақты нұсқап тұрғанын көрсетеді. Давайте мен қазір өзгертіп көрейін. Мысалы, мен қазір қай тармақта тұрмын? Rename-де тұрмын. Қазір мынаған қарап отырыңыздар параллельно. Қазір мына өзгереді. Мен қазір git switch masterге алсам. Мына жақта тексеріп отырыңыздар. Ол ауысады қазір. Мастерге алсам. Көрдіңіздер ме? Мастерге ауысып кетті. Қазір мен git switch issue 21-ге алсайын. Issue 21. Башқан кезде head деген файл, сонда не болып тұр? Біздің нұсқағышымыз болып тұр. Ол біздің қай тармақта тұрғанымызды көрсетеді. Түсінесіздер ғой? Енді refs'тің ішіне кіретін болсақ, heads деген бар. Tag, heads, тағы басқа. Tag дегенге тоқталамыз. Мынау біздің тармақтарымыз. Давайте issue 21-ге кіріп көрейікші. Issue 21-ге кірсек, бізде хэш код тұр. Бұл хэш код коммитті объектісін көрсетіп тұр. Давайте көрейік. Мысалы, git log. Қазір мен issue 21-де тұрмын ғой. Так, мына екеуі сәйкес келе ме? Сәйкес келіп тұр, head issue 21. Яғни біздің мынау схемаға келіп тұр ғой міне. Бізде тармақтар бұл соңғы коммитті көрсетіп тұрады. Коммиттің идентификаторы бұл хэш код. Ал head бізде тармақты көрсетіп тұрады. Міне бұл жерде сол схема болып тұр. Мен қазір жаңа headқа ауыстырайын. Міне бізде issue 21. Мен қазір git masterге ауысайын. Git switch master. Міне мастерге ауыстыр. Ал енді мынау master тармағына барсақ, ол жерде бізде хэш код тұр. Яғни коммиттің хэш код тұр. Давайте тексеріп көрейік. Git log деп тексеріп көрсек мұны. Мынау коммит болып тұр. Екеуі сәйкес келеді. Яғни head бізде мастерге көрсетіп тұр, ал мастер мынау коммитке көрсетіп тұр. Түсінесіздер ғой? Қысқаша git branch, git тармақтар деген осы. Біз барынша ішкі механизм жалпы мағынасын түсіндіруге тырыстық. Әлі практикада талай жұмыстар жасайтын боламыз. Жақсы, кездескенше сау болыңыздар.